Байғазы мен көрімдік, екеуі де кәде сыйлық, екеуі де жанаға сұралады, беріледі. Айырмашылығы байғазы жансыз затқа, ал көрімдік жандыға, яғни адамға және жан-жануарларға, ағайын-туыс, дос-жаран, көрші-қолаң тарапынан берілетін кәделі сый. Мысалы, жаңа туған нәрестеге, жас келінге мал төлдегенде, алғашқы сәтте көрімдік сұраса, жаңа киім немесе бұйым, жиһаз, баспана, көлік сатып алынғанда байғазы сұралады. Байғазы бала алғаш рет атқа мінгенде де беріледі. Байғазы кішкентай балаға, жас өспірімдерге, үлкендердің беретін сыйлығы. Қызға сырға салуға барғанда жігіт жаққа қызды көрсетіп, көрімдік сұрау дәстүрі де бар. Болашақ келін болатын қызды екі жеңгесі ертіп, жігіт жақтан келген құда-құдағиларға көрсетеді. Болашақ келіндеріңіз міне, көріп көрімдігін беріңіз деп көрімдік сұрайды. Жігіттің анасы орнынан тұрып, келіннің маңдайынан сүйіп, оған бақыт тілейді. Отырған басқа құда-құдағилар да көрімдіктерін беріп, екі жасқа ұзақ өмір, бақыт тілейді. Қыздың екі жеңгесі көрімдіктерін алып, қызды алып шығып кетеді. Байғазыға ұл балаға қамшы, жүген, ноқта, мүлік берілсе, қыз балаға әшекей бұйымдар, моншақ сыйға тартылады. Уақыт өткен сайын салт пен санаға да өзгеріс еніп, заман талабына сай жаңаруда. Сондықтан да көбінесе бүгінде байғазы ақшалай беріліп жүр. Байғазы берген адам жасын ұзақ, киімін тозғақ болсын, жаңа бұйымын құтты болсын, саған қызмет етсін, игілігіне пайдалан деген ақ тілектерін қоса айтады. Байғазы байдың қызы деп те айтқан екен. Жалпы қазақтың салт дәстүрлерінің тәлімдік, тәрбиелік мәні зор. Байғазы мен көрімдік адамдар арасындағы қарым-қатынасты, достықты нығайтып, татулықты, бірлікті арттырады. Адамдар арасында құрмет тудырса, үлкен мен кіші арасында өзара мейірім махаббатты орнатады. Сонымен қатар адамдарды жомарттыққа, дархандыққа, кеңпейілдікке тәрбиелейді. Балалардың қуанышын еселейді. Байғазы мен көрімдік сыйлық берудің, сый жасаудың бір түрі. Шариғат сыйлық беруге, оны алуға қарсы емес. Сыйлық беру жөнінде пайғамбарымыз сыйлық беріңдер, бір-біріне деген сыйластықтарын артсын деген екен. Олай болса, байғазы сұратар және көрімдік берер, қуаныш көбейе берсін. Халқымыздың осы бір тәрбиелік маңызы зор жоралғысын жаңғыртайық.